Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Абайдың 10-шы қара сөзін оқып беремін. 10-шы сөз. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңмен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе едің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік не түрлі боларын біліп сұрадым. Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігін аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тірлікте өзіңе өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ахирет үшін бала тілегенің балам жасында өлсін дегенің. Егер де ержетсін десең, өзі ержетіп ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туған екен. Ондай баланы сендей әке сенің еліңде ел асырап өсірмек бекен. Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруың қайтарлық қартаюға жетімісің жоқ па? Екінші балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші малың болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары, ол да екі талай. Қош Құдай тағала бала берді, оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Әуелі өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуелі балаңды өзің алдайсың. Әне оны берем, міне мұны берем деп. Басында балаңды бір алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп, біреуді боқтатып, кәпір қияңқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әбден тентектікке үйретіп, қойып сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, хат таныса болады деп, қу сом бол деп, пәленшінің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей жат мінез қылып, осы ма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілеймісің? Тілейсің, Құдай берді бергенің алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты адал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып сарп қыларды білерлік ғылым берді, оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ.
Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алған болсаң, болғаны іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес, бұл абыройын арын сатып, адам жалдағандық, тіленшілік. Қош сөйтіп жүріп-ақ мал таптың байыдың. Сол малды сарп қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім. Малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады. Иттікпенен айырылады. Бейнет күйігі ызасы сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады. Жоғында маған да баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі. Тыңдағандарыңызға рахмет.